Банкада палау жасап көріп пе едіңіздер? Жасап көрмесеңіздер, дәл осылай мен сияқты асыққан кезде бірден дайын болатын палауды жасап көріңіздер. Әрі майлы емес, ПП вариантта болады. Өте дәмді шықты қыздар. Ең алдыменен осылай жуамыздың үстіне жуылған күріштерімізді саламыз. 3,5-3 қасықтан кетті, және 2 түрлі сәбізімізді, жаңағы мариновка жасалған тауық етімізді, және үстіне осылай су құямыз. Су тұзымызды және де палауға арналған приправамызды саламыз. Сары майымызды салып, суымызды құямыз. Пешімізді, яғни салқын пештің ішіне салып, 180 градуста 40 минутта пісіп шығады. Оған дейін мен құр жатпайын деп, осылай пысықтығымызда тазадан келген порошогымды және де сабынымды алып, бірден далаға шығып, кілем жууға кірісіп кеттім. Қараңыздаршы, қара кір болып жатыр екен. Неге біз осы кірген жерге аппақ кілем жаямыз, соны кір болатын біле тұра жаямыз ғой. Кімде солай кірген жеріне аппақ кілем жайып қойған, мен сияқты. Қараңыздаршы, күшті болып кірі бірден кетті. Мінекей до варианты. Енді послесін қараңыздар, аппақ болып шықты. Сіздер де тапсырыс беріп алыңыздар. Мінекей мен кілем жуып болам дегенше өзімен өзі палауымда пісіп шықты. Қараңыздар, өте дәмді болып шықты. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.